Alsam kıynamak ya. Aşık bütün ayırlar. Dikkat et. 11. Daha fırlat. Biceps әбден қалды. Қазірдің өзінде қиналып, мына жерім барлығы бір әлсіреп қалып тұр. Өте керемет әсер алдым. Құдай қаласа. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Акуан Тажыбаев. Бүгінгі блогымызда біз Адикусты қинайтын боламыз. Кеттік онда. Бүгін біз бицепстің күні. Бүгін штанга көтеруден бастаймыз. Қазір бірінші жаттығу. Одан кейін Адикусты максималды көтеруін тексереміз. Күшін бақылайтын боламыз. Бірінші иықтың көлемінде ұстап аламыз, қуатты. Белді кішкене алдыға ұстамыз, тек көтереміз. Аспай түсіреміз. Ауыр болып тұр ма? Қуатты мына жерден ұстап аламыз. Иықтың көлемінде болады. Алдағы кішкене еңкейіп аламыз. Тек көтереміз, аспай түсіреміз. Осылай 20 жасаймыз. Бұл разминус түрес. Екі жарымнан салады. Екі жарымнан, не? Осылай салмақ темелер салмақ қосыла береді, е? Осы кезде штангіде 25 килограмм. Енді осыға 12-ден 4 подход жасаймыз. Көтеріп алсам қалай біз? Мен бастайын. 12 рет, е? 12 рет. Рельеф бәрі бұлшеттен бөлініп тұтты әдем бұл. Біздікі қанша уақытта осындай болады құдай қаласа. Ала бұйыртса бір айда. Бір айда жетесіз. Кетті. 12 рет жасаймыз. Дыхание шығарып отырамыз. Түсірген кезде ауызбен дыхание шығарып отырамыз. Қалай салмақ? Ауыр ма? Салмақ ауыр ол, е. Бірақ 12 рет шығарып тұрсыз. Кішкене мышцы чувствовать ету керек. Ал егерде қатты жеңіл болса, ол кезде сіздің мышцыңыз шок болмай қалады. Шок болмайды да, сіздің өспейді жетпейді. Әрбір жасаған кезде сәл напрягать етіп отыру керек. Бұлшығы жұмыс істеп отыру керек. Мысалы қазір біз қоссақ салмақ, мысалға деймін да. Қазір енді азайтуға болады, мысалы 12 емес, бір 8 рет істейді. Азайтуға болады. Көтергенше. Қазір осыдан енді 3 подход жасаймыз. Барлығы 4 подход жасайтын боламыз. Одан кейін бір ретке максималды түрде салмаққа барып көретін боламыз. Яғни сіздің күшіңізді тексеріп көреміз. Қанша көтере аласыз. Өйткені максималды салмаққа барамыз. Бұл бірінші жаттығуымыз, сондықтан күшіміз бар кезде жасап қалу керек. Одан кейінгі жаттығуларымыз жеңілірек болады. Ал кеттік, екінші подход. Екінші подход. Бесеу, алтау, жетеу, 8, қарай кәлем. 9, енді 3 рет қалып. 10, 11, тағы бір рет. 12. Күш кетіп қалған сияқты. Читинг деген бар. Ашып кеттім енді. Читинг деген бар. Егерде сіз соңғы жағына қиналып кетсеңіз, сәл кішкене раскачкамен көтеріп аласыз, асықпай жібересіз. Кішкене раскачкамен көтеріп аласыз, асықпай жібересіз. Үшінші подход бастайық. Алсам қиналып жатыр. Ашып кеттім айырылар. Үшінші подход. Шыдайсыз ба? Енді істегенше көрейік та, е? Кішкене артқа тұрып алыңыз, мен сізге страховка жасаймын. Хоп! Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 3 рет. 10,
Ашып жатыр ya. Еще 2 рет. 11. Тағы 1 рет. Все болды. Наверное, наверное, спит просто. Бицепс күн. Нормально. Түсет осылай. Алып түсет. Вообще. Болды, все, правильно. Bir rет, ya? 1 ретке ғана. Yani bu Мақсат сіздің мышцаңызға шок беру. күштік сезім. Сіздің мышцаңыз сәл ауыр өсті көру керек. Сондықтан 1 ретке көрейік. Bir rет қана, ya? 1 рет қана көтересіз, күшіңіз салыңыз, соған болды. Ал, соған. Осы біздің соңғы подходымыз. Соңғы 12 рет жасаймыз. Мен енді осыны істейді, соңғысын. Набивать етті. Жаңа 7-ні істедім, 3 подход, мынаны істеймін. Енді соңғы подходқа 10 килограмм. 10 килограмм. Жеп көрейік. Бүгін бицепсті өлтірейік. Таңертең тұрған кезде бицепсіңіз ауырып тұру керек. Шамалы шыққан. Ал кеттік, көрейік. Бицепс супинациямен дейді, яғни қолды былай бұрылады. Сол кезде біздің бицепсімізді үлкейтуге көп көмегін тигізеді. Тек асықпай түсіреміз. Шыдаңыз. Алда кішкентай еңкейіп аламыз. Асықпай түсіреміз. Жарайсыз. Қалай? Шаршадыңыз ба? Қалдым мен. Енді алды 2 упражнение бар. Бітіріп тастайық, кет. Үшінші жаттығуымыз біздің бицепс машинада 15-тен 4 подход жасаймыз. Тоже алып аламыз. Асықпай түсіреміз. Соңына дейін түсірмейміз. Бөлінеді, ja. Бұл жер бөлінген жер пик дейді. Ол до конца түсірмейміз. Осылай. Біз пикке жұмыс істеп жатқандықтан қолды, білекті соңына дейін түсірмейміз. Жартылай ғана ұстап отырамыз. Біздің соңғы 4-ші жаттығымыз ол 21 деп аталады. 21? Кетті түсіндірем. Соңғы жаттығымыз 21 деп аталады. Яғни төменнен ортасына дейін 7 рет. Осылай десе. Яғни жартылай, ортаға дейін 7 рет. Ортадан жоғары қарай 7 рет. Және соңғысы толықтай 7 рет жасаймыз. Сонда барлық 21 рет. Бұл жаттығудың мақсаты соңында жасалады. Яғни қолымызды талдыру. Қол талдыру, добивка, на 20. Төменнен ортасына дейін 7 рет.
Ha? Şitretesiniz. Keti. Endi ket. Ortasından jo'g'ariga qaray şitret. Altta. Şu daha. Endi to'liqdan şitret. Kichkina raskatchka beramiz. Давай засаньте. Чуть. Алтау. Еще. Чуть. O kaldı yo'qman. Давай. Aldık ha. Taslayız endi. Aşıp atın abi. Sol kaldı. Tek. Sıkı. Sonuz. Hadi turvay. Altta. İki. Şu. Ucu. Üstü. Alttan. Çiçek. Ket. Atas. Buraya. Üstü. Şu. Ucu. Üstü. Alttan. Çiçek. Ket. To'liqdan shidret so'ngsiz. Buraya. İki. Şu. Ucu. Üstü. Alttan. So'ngsiz. Çiçek. Shidret. Все болды. Құрметті достар, енді Акон, рахмет саған осылай. Бір күнді маған арнап, осылай қинап, жаттығудың түр-түрін көрсеткеніне. Бицепс әбден талды. Ауырады. Естественно, толық ауырады. Қазірдің өзінде қиналып, мына жерім барлығы бір әлсіреп қалып тұр. Өте керемет әсер алдым. Құдай қаласа, осылай Қатты жүргеніңізге 3 ай болды, 3 ай болды. 3 айда нәтиже жаман емес. Негізі 5 килограмм салмақ тастадым. 87 болдық. Қазір 82 болып тұрмын. 5 килограмм тастапты. Сосын мына жердің барлығы майдың барлығы кетті. Бұлшетке айналып келді. Шүкір. Осы темппен құдай қаласа келеміз. Онымен тоқтамаймыз. Достар, сонымен аяқтаймыз осы жаттығуды. Келесі блогты күтіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде Акон Тажыбаев YouTube арнасынан тіркеліңіздер. Подписаться мәзірін басып, және қасына қоңырау шантына басып қойыңыздар. Комментарийге өз аты-жөніңізді әріптеп жазыңыздар. Кім өзіңізді соған абай деп ұстанды. Мың бірлік Акон Тажыбаев арнасынан Адам лиценз көрсетіліп. Фото алып қалма.